Махаббат ешқашанда үнсіз болмас. 17 жыл болыпты осы жерде жүргенім. Қатын жоқ десе, қатын жоқ. Көремісің, көрмеймін бе? Жоқ, ондайым жоқ бірсін. Айналман ол өнер емес. Айтайын да сен біле бермеш айналайын. Өлә, шішін, үлкен балам қазақшаға дүбәрі. Ол қате пікір. Ол бөлігі болмайды. Поқи маған поқи деген әңгімеге кірісетін болса, әр адамның өзінің қуатын басында тарақаны бар. Олар басқа әлемде өмір сүретін сияқты. Мәдениет басқармасы жұмысқа кірді. Таптым ау сені. Махаббат ешқашанда үнсіз болмас. Тіректің. Бастай берсейші? Мәге асылмай. Қалайсың? Амансыз ба? Мен микрофонды қосты нормально жүр. Болды онда. Андай официально емес, ештеме андай сіз, мәз деген жоқ, жай просто жай ғана үйде дастархан басында айтатын әңгіме ғой. Дастархан ұйымдастырмайсың мені. Енді пока спонсор жоқ, құдай қаласа спонсор болса дастархан ұйымдастырамыз. Қатын жоқ десе, қатын жоқ десе. Жалпы енді Қостанайда Жайдарман десін, жалпы жастар жанашыры десе енді Маролан деп еске түседі жалпы. Жайдарманмен айналысып жатқанымызға қанша жыл болды? Жайдарманмен ба? Иә. Ойнағанын ба дейме, ойнағанын айтпай қойым. Ойнаған кезінде Жайдарман болған жоқ па? КВН болды. Жайдарманға. Сол қазақша КВН ғой. Ну, жарайды бірге бас. Сонымен 2005-тен бері келе жатырмын. 2005. 17 жыл болыпты осы жерде жүргенім. Сол Жайдарман айналасында. Сол 4 жыл ойнадық. Ол кезде бізде облыста лига болмады. Лига болмады болғанда бір-ақ команда болды өзі. Сол команда Астанаға да барады, сыртқа да барады, іште де ойнайды да. Іште ойнамаймыз. Іште ол кезде андай ғой. Факультет, университеттің ішінде жаңағы концерттерге шығамыз. Болды. Сосын 8 мартта шығасыңдар иә, сондай ма? Жаман бір әдет болды. Қазір сол кездер, бірақ ол кезде не ғой, күшті бір дәурен ғой. Жаман бір әдет болатын бір театр сияқты. Енді команданың жеке концерті деп сөйтіп сондай. Кеше андай ұрлап шутка қоясыздар. Ұрлап қоясыздар шутка. Бәрі сол ұрлаудан басталады ғой. Идеяның өзі ұрланған. Ұрлау әлі тоқталған жоқ қой неге жалпы бізде. Жайдарман КВН-нен ұрланды, КВН скетчтен ұрланды деген сияқты ғой. Енді қараңыз, енді 17 жыл жалпы енді ол да кәдімгі үлкен не ғой. Бір баланың жасы ғой. Иә, мен айтқым келмеді олай бірақ иә. Бір баланың жасы ғой негізі қарап отырсам. Топ 3 команда сіз үшін Қостанайдың ішіндегі ғана. Жайдарманнан ба? Иә, Жайдарман топ 3 команда. Бірінші орын құрдастар. Неге? Себебі олардың потенциалы өте жоғары болды. Бірақ олар өз-өздеріне сенбеді. Негізі халық та, көрермен де, редакторлар да, ұйымдастырушылар да көп нәрсе күттік. Бірақ әлі күнге дейін кеш емес оларға. Қайтып келіп жиналып келіп, үйленіп кетті, анау мынау деген әңгімесі бар. Бірақ қайтып келіп жиналып келіп бір апта отырып жазып, жақсы дүниелер, продукттар жасап тастауға болады. Сериал түсіріп жасады. Ол балалардың жиналған, шоғырланған уақыты сондай бір, білмеймін, сондай бір кезең болды ма, әйтеуір ең топ 1-де сол құрдастар. Әлі оларға жететін ешкім жоқ. Екінші Рудной құрамасы. Енді Рудной құрамасының түсінікті жоғары лигада ойнайды, өзінің жаңа стилі бар, жалғыз шығып жүрген жоғары лигада енді Қостанайдың атын шығарып жүрген команда. Еңбектері бар ғой, еңбектерін бағалайық та, еңбектенеді. Сол енді айтып отырмын, еңбектің нәтижесі сол жоғары лига. Көремісің, көрмеймін бе? Ондайым жоқ бірсін. Мен жаңа топ 1-де кетіп қалдым ғой құрдастарыммен. Үшінші жоқ. Ренжімеңдер, топ 3 жоқ. Топ 3 жоқ. Депутат. Жүз. Неге сіз КМУ құрамасын атамадыңыз? КМУ құрамасы енді алғашқы жоғары лигада ойнаған. КМУ құрамасы ол. Не ғой? Жалпы осы Қостанайдағы командаларға эфирдің жолын көрсетті. Жаңғақтың сырты сияқты да. Астананы көрсеткен команда. Жаңғақ сияқты болды. Жаңғақ жарылды, ішінен күшті болып, дән болып, әдемі болып құрдастар шықты. Құрдастар Рудный. Топ 3 актер. Актер? Мен Жайдарманшы актер. Үздік ойыншы десей? Үздік ойыншы. Актер деген. Енді актер ғой, ол да сахна. Театрның адамдары басқаша түсінбейді олар.
сосын дінді өзгертіп жіберіп шоқынып кетіп жүрер. Бұл әңгімені естіген. Ең үздік ойыншылар, негізі бізде ойыншылар өте көп болды. Бірақ мен қатты өтірік айтпай ақ қояйын. Маған қатты ұнайтын ойыншы Айтбай. Төлепберген айтпай. Айтбай Төлепберген, одан кейін Жәнібек, сосын Жалғас Жәнібек, сосын Жұматай Ахметхан. Жақсы, бірақ үшеуі де бір заманда ойнап қалды да. Сонысымен. Қазіргі кезде ондай актеркаға өте қатты мән бере алмайсың, өйткені бәрі текстовойға кетіп қалды. Тақырыптарды, әңгімелерді, командалардың бірыңғай мәтін, актуалка, жиза сондай ғана жүріп отыр. Негізі Жайдарман ол көп сөйлейді, жаңағы Жайдарман ол өнер деп. Жайдарман ол өнер емес. Жайдарман ол жауапкерлік сайыс. Себебі Жайдарман ойнау үшін Жайдарманшыға білім керек. Өнер керек жоқ. Айтып отырмын ғой, өнер о жерде сахнаға бейімделе бастағаннан кейін тәжірибемен келетін нәрсе. О жерде өнер дейтіндей не бар енді? Өлең айтпайсың о жерде қатты. Ол жердің ең үлкен өнері суырып салмалық, импровизация. КВНнің, Жайдарманның адамдарға беретіні, Жайдарманшыларға беретіні ең күшті бір тәжірибесі ол импровизация. Импровизацияны ешкім бере алмайды. Осы Жайдарман КВН-ге не береді. Ол сол мектептен шыққан, бір маусым ойнап шыққан бала, ол жаңағы импровизатор болып, ары қарай дамый бастайды. Кейін сол мектеп, Жайдарман КВН мектебінен шыққан, ортасынан шыққан бала, кез келген салада, кез келген ортада топ-менеджер болады. Басшы болады. Жалпы Жайдарманда сахнасында хотя бір сезон 3-4 ойнаған бала өзінің ары қарай жоғалтпайды, өзінің орнын табады деп отырсыз. Иә, кез келген ортаға бейімделе алатын болады. Енді КВНнің берген нәтижесі, КВНнен шыққан ең қазіргі таңда әлем бойынша әлемнің ең үздік адамы осы 2022 жылдың қазір Зеленский болайын деп жатыр. Неге? Себебі Зеленский КВН ойнады ма? КВН ойнады, КВНнің арқасында президент болды. Негізі Зеленскийге қарап отырсақ, үлкен қатты стратег кісі негізі. Сериал арқылы адамдарды сендіріп, өзі президент болды. Енді ол қатты стратег деп бағалайтындай мен ондай нем жоқ. Жоқ, енді ондай мысалы Жайдарманда КВНде ешқашан болған жоқ қой, үлкен политик болып кететін адам. Иә, соны айтып отырмын. Бірінші адам ғой, енді ол тем более соны айтып отырмын. КВНнің беретін ең үлкен жетістігі политиканың самый биігінде тұр ғой. Политикаға ол жаңа ғана қарапайым тілмен айтып кеттім ғой. Кез келген ортаға ол бейімделе алатын жағдайға жетеді. Жалпы енді біз Қостанай солтүстікте орналасқанбыз ғой. Қостанайдан мысалы басқа жаққа барсақ, сіздер орыстар көп, не істеп кеткен, орыстанып кеткен, тағы да не істеп кеткен. Жалпы бізде Қостанайда қазақша контент бар ма, жоқ? Жастарға, жалпы Жайдарманнан басқа. Жалпы қазақша контент дейтін нәрсе Қазақстанда енді пайда болып отыр ғой. Жоқ, енді мысалы бір екіншіден енді айтайын да сен бөле бермеші айналайын. Өзің сұрақ қойсың да бөле бердік. Мен енді бірінші түсіріп Мен де бірінші түсіріп жалпы былай ғой, контент керек ең қазір ауадай қажет болып жатқан нәрсе сол. Себебі біз 10-15 ұрпақ өткізіп алдық, тіпті 20 ұрпақты өткізіп алдық. Оларға беретін, сусындайтын бізде контент жоқ. Бәріміз мама пальчикпен трактор, синий трактормен әлі өсіп келе жатырмыз. Мен өтірік айтпай қоймын, менің өз балаларым. Кім сенеді мен? Әйелім қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Ол да торғайдікі, мен де торғайтын, бірақ менің қазақшам, үлкен балам қазақшаға дүбәрі. Кім кінәлі? Оған өзіміз кінәліміз. Өйткені бізде оған тиісті орта қалыптастыра алмадық. Қаладағы кез келген балам, мен алдында бас кезінде осы жағдай маған өте қатты ауыр тиетін. Өкінетін, қалай болды? Қиын болды. Мен тіпті жаңағы Жайдарман академиясын аштық. Осы қазақ мектептерінің оқушыларына қазақша СММ, блогерлік, жаңағы контент, мультипликация, анимация жасайтын орталық жасайтын аштық. Бірақ өкінішке қарай, ең бір өкініштісі, анау айтады ғой, өз ауылының иттерінің қапқаны дейді ғой. Мен қазақ мектептерін аралап барып тұрмын. Қазақ мектебінің балаларының айтқаны, ағай,
Если было бы на русском, я бы пошел бы дейді. Көрдіңіз ба? Сонда біздің мен 15 жыл болды қақылдап айтып келе жатқанына. Қостанай, солтүстік өңірдің қазақ мектептерінің Қазақстанмен байланысы жоқ. Олар басқа әлемде өмір сүретін сияқты. Осы соңғы жылдары 91, Ирина Кайратовна дегендер шыққаннан кейін барып қана сол кісілерге рахмет. Иә, біз хейт еттік, иканы да, 91-ды да, ойбай, албастылар, бірдеңелер деп айттық, бірақ олар көп нәрсе көрсетіп кетті. Көздерін ашып берді. Өйткені солардың тілінде біздің санамызды немен улады, сол қаруды пайдаланып тазартуға вакцина ретінде қолданды олар. Сол мейлі жалаңаш болсын, мейлі алба-жұлба болсын, түрлі түсті шашын боя болсын, бірақ әйтеуір қазақ тілінде жеткізді. Соның арқасында жастар біздің қазір Қаракесек тыңдайтын бастады. Не, Қаракесектің концерті ойында жатыр. Билет 7000 болса да, 10 шақ билет қалыпты бір кісіде. Енді балаларыңызды алып бармайсыз ба қазақша үйренуге? Ол бір, екіншіден қазір TikTok-тың бір жақсы жері. TikTok басында Россия деген әңгімелер көп болатын. Мен TikTok-тағы жаңалықтарды өзім отырмасам да ұлым арқылы көріп отырамын. Енді қазір кейін мамыр айында, маусым айында, жаз кезінде Слава Украине деген тақырып ауыса бастады менің ұлымның әңгімелері. Ал қазір мен қарап отырсам, ұлым 8 жастыққа толады биыл, амандық болса. 2 оқитын бала. Төлейміз. WhatsApp-ында аватаркасында Қазақстанның туын қойып қойған. Сосын біз қазақтар ең мықты халықпыз деген нелер тыңдайды, контенттер. Көрдіңіз бе? Сол себептен қазіргі таңда контент аз, бар, жоқ деп айтуға болмайды, бірақ аз. Енді қазіргі таңда және ақпарат заманы ғой, интернеттің заманы, технологиялық. Сол себептен мана айтып кеттім ғой, тұқым қуаламаған деп. Әрбір адам осы жергілікті жерде сол тақырыптарды, сол контенттерді өздері жасаса қазақ тілінде. Мысалға, қазіргі балалар Папа Роб Шоу деген ютубта проекттер бар. Аласың, Бэтменнің ойыншығы мен Черепашканың ойыншығын төбелестіресің. И просмотры көп та, балаларға қазір біреудің ойнағаны қызығырақ, өз ойнағаннан гөрі деп қарап отыра береді. Сондай ойындар жоқ. Ол бір, екіншіден, мысалы мен көрдім, Атыраудың ба, Оралдың баласы нені PUBG-дің ойынын, жоқ, Dotаның ойынын немен түсіреді екен, обзор жасап, қазақша. Бірақ оның бір өкініштісі, күшті, молодец, жарайсың, қазақ тілінде жасап жатқан. Бірақ бір өкініштісі Оралдың диалектісімен сөйлейді. Зәтол, мен дейтін бала деп. Кеше көп жерлерде өзім айтып жүрем. Әдеби тілде сөйлеңдер. Мен түсінемін, жаңа технология, заманауи технология, анау, мынау. Бірақ технология болмаса жүре берейін. Біздің тілдің дым қатысы жоқ. Зәт, мәт, бұяқ деп сөйлемеңдер. Ол біз солай сөйлей бастасақ, ертең біздің балалар тілді түсінбейді. Неге біз қазіргі таңда көне түркі тілін түсінбейміз? Өйткені осындай бұяқпен өзгеріп кеткен. Сол сияқты мен айтатын, тілді бұрмаламаңдар. Биыл Сәлем Сошылмен де кездесу болды Астанада. Сонда Сәлем Сошылға сондай өтініш білдірдім. Өтініш, сериалдарыңызда тілді әдеби тілмен жазыңыздар. Жалпы таза әдеби тіл осы Қостанай, солтүстік. Жоқ, олай бөлуге болмайды. Ол қате пікір. Ол бөлуге болмайды. Мысалға, мен жаңа сіз өзіңіз айтасыз, Оралдың диалекті, кезінде Құдайберген Сұлтанбай деген кісі болды, тамашада, иә. Сол кісінің ютубтағы нелерін мен әлі де көремін кей кезде. Сағынып көремін скетчтарын. Монологтары ғой қазіргі стендап. Таза қазақша сөйлейді. Тұп-тура, мейлі қай жақтікі болса да, бірақ сол заманның адамдарының тілі бірдей болды ғой әйтеуір. Неге ол уақыт өте келе өзгеріп кетті? Сол себептен сондай болмас үшін Сәлем Сошылға да өтініш білдім. Өтініш, сериалдарыңызда южный диалектті қоспаңыздар. Мысалға, солтүстіктің адамы Қостанайға бағана деп сөйлесең, ол түсінбейді. Бағана деген не дейді? Бізде баған деген сөз бар. Стол. Бағанасы не істейді? Көрдің ба? Сондай сөздер бар. Оларды ол паразит сөздер ғой. Сондықтан өтініш, ол жәйте, мен түсінемін, YouTube ол частный арна болғаннан кейін, о жерде ол өздері біледі деген тақырыпқа не болса, не істесең өзің біл деген, оған да не істеуге болмайды. Бізде әрбір салада
бақылау болу керек қой. Сол себептен оларға да бір не қойып қою керек, бір адамды. Мына жерде былай айтсын, мына жерде былай айтсын. Мынау сөзді бәрі түсінеді. Бүкіл Қазақстанның әрбір территориясындағы әрбір қазақ мектебінде қазақ тілі әдебиет деген кітап бар. Сонда Оралда зәт деп оқытпайды, Шымкентте өлә, шішін деп оқытпайды. Бәрінде әдеби тілмен қазақ тілі әдебиетінде оқытады, оны бәрі түсінеді. Сол себептен сол жерде бәрі бір тілде сөйлеу керек. Олай бөлінбеу керек. Ол бөлінген сайын, мысалға қазіргі таңда осы жайдарманнан да байқауға болады. Біздің балалар шли деп сөйлейтін болып кетті. Өйткені анау өлеңнің кесірінен шли деген әңгімелер кетті. Кезінде 2016-да ма 15-те ма мәжілісте бір депутат шли деп сөйлеген үшін сол жерде сөгіс естіген. Шли деген немене сөз анда. Көрдіңіз бе? Сол себептен ондай паразит сөздерді болғызбау керек. Сөйлету керек, айтқызу керек. Мен түсінемін, иә, ол қай-қайсының аузына қақпақ боласың. Әркім өзінің телефоны өзі біледі қалай сөйлесе де. Мен оны түсінемін. Менің айтпағым жаңағыдай үлкен-үлкен продукттар жасайтын үлкен-үлкен ұйымдар солай істесе жақсы болар еді деген ұсыныс айттым, болды. Ол менікін қабылдай ма, қабылдамай ма өз еріктері. Поқи маған поқи деген әңгімеге кірісетін болса, негізі тілек бір ғой. Алаңыз айтсам, мен жайдарманшы боламын, чисто жайдарман қоямын десе қарсы болмайсың. Қой берсін, өзі біледі ғой, қалай оқыса да. Негізі Жириновский деген кісі бар ғой. Соқсын бірақ сөзіне ғана келсем да, қаншама не істеді, бірақ сөзіне ғана келсем, анау айтады ғой, балаға өте қатты күш салмаңыздар, өте қатты сенім арттаңыздар. Бізде былай ғой, бізде бір қателігі, кез келген отбасыда бірінші тұңғыш бала дүниеге келген кезде бәрі соған үміт артады. Бұл депутат болады. Бұл пәктің пәгі, бұл тек қана жаңа қауышын құс жастыққа ғана жатады. Сондай аққудан туылған қыз алады, сондай ақ сүйекті, ақ текті, сондай семьядан қыз алады, сосын бірыңғай көк қанды ұлдар туғызады деген, сондай сенім артып қояды да, ғұлама болады, бизнесмен болады деп. Анау бала, может, ондай болғысы келмейтін шығар, может, ол футболист болғысы келетін шығар. Мүмкін жай бір мобилограф болғысы келетін шығар. А бізде сондайға артып қояды да балаға. А бала бітіргеннен кейін оқу бітіреді, ол түсе алмай қалады, мектепте түсе алмай қалады. А ол лишний нагрузка ғой балаға. Ол әке-шешемнің сенімін ақтаймын дейді да, ол орындай алмай қалса, сосын бала қиналады. Ақтай алмай қалдым. Немесе жаңағы ана кісілердің көңілінен шығатын қыз алып келмейді, сосын кикілжің сол жерден басталады. Содан мынау бөлек кетеді, анау келінін күнде жамандайды, мынау ата енесін күнде жамандайды. Ол сол шақтеттен басталады. Сол себептен білмеймін, мен өз балаларыма жаңағыдай андай не жоқ. Планка жоқ ешқандай. Қатты оқуың керексің, сен физматты бітіруің керексің, сен нишқа түсіп, сен Назарбаев университетін оқып, Гарвардта оқуың керексің, ондай жоқ менде. Адам болса болды. Ол құрсыншы, ол қинап оны текке. Әр адамның өзінің қуатын басында тарақаны бар, өзі біледі қалай қуғысы келсе. Мүмкін ол бір күн мобилограф болар, бір күн мәдениет басқармасы жұмысқа кіреді. Сізге рахмет, айтып отырсыз, тәрбие жайлы отбасы. Сіздің білеміз енді футбол қарайтыныңызды білеміз сізді. Футбол кәдімгі жанкерсіз, құлап келсе кішкене астыңызды жерге қойып. Жоқ, ондай. Ет кеп тұрса, ет жеп аласың ғой. Ливерпуль десе кәдімгі кішкене астыңызды жерге қойып, осылар үшін кәдімгі. You'll never walk alone деп па. Жақтағыз. Але. Эйнфилд дейсіз ба? Ливерпульде ойнасаңыз, қандай номер алатын едіңіз? 88. 88? Неге? Шексіздік. Сосын арғын тайпасының таңбасы белгісі. Шексіздік. 88 емес, шексіздік. 8-ді құлатсаң шексіздік белгісі болмай ма? Біз жалпы қазақ халқы әңгіме айтқанда ауыз әдебиетке жақсымыз ғой. Отырып алып қыртый береміз ғой. Біреу айтып еді, қазақтың аузы ғана қозғалады, көті қозғалмайды деген. Сол стереотипті бұзып әйтеуір бірдеңе бастап шығып жатқандарына ризамын. Өне беріңдер, өсе беріңдер, құрттарың дәмді, тәтті, құнарлы болсын.
жаңа подкаст дәстүрге айналдырып жатқан қонақ келесі қонақты өзі айтады. Осы кісіні шақырыңыздаршы деп. Сол сізден бастағымыз келіп отыр. Кімді осында көрдіңіз? Сол қонақ сосын локацияны айтуға бола ма? Болады, иә. Енді бірақ қандай қиын емес. Бәрі қолжетімді болу керек қой. Саунада десе, жалаңаш қыздармен десе, ойнап айтам. Иә. Не ғой, кім шақырыңдасай? Әдікті. Әділхан Сейхан. Әдік. Номер 1 тамада. Айтары бар. Ақ көңіл. Соны шақырыңдар? Күпіршақ. Сол кісіні тыңдайық. Күшті, может. Мүмкін идеялар бар шығар. Таптым-ау сені. Әдемі. Мәке, спасибо, что согласился. Рахмет, саған рахмет. Бастамашы роман. Бастағандарыңа рахмет. Енді жын идеялар бар.